Ал сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Өте керемет сөздер, өте керемет сәлемдесу. Осындай сәлемдестен кейін сен де айта берсең, ми не істейді? Қоймадың ғой деп жасайды. Айта берсең, қоймадың ғой деп жасайды. Ол түсінік деу керек екен миға. Ол түсінгеннен кейін соны істей береді, жасайды, үйренеді. Оған дейін біз не істейміз? Мидың миын жейміз. Аудио тренинг айта береміз. Өздеріңіз өмірлеріңізді қадағалап көріңіздерші. Не айтсаңыз істеліп жатыр. Не ойласаңыз жасалып жатыр. Ой, Гүлшат ханым бүгін әдемі болып отыр ғой. Әдемі сұлу болып. Айнұр ханым вообще күшті. Айнұр ханым, асан тіге отырамыз, жатқанды қоямыз енді, қойыңыз. Ұят емес пен? Қанша күн болды? Не істеп жүрсіздер өздеріңіз? Жата қалу деген ол сізде энергия жоқ деген нәрсе. Жата қалу деген шаршап жүрген адамсыз. Бүйтіп тіге отырып үйренсеңіз, сразу энергия келеді. Бір шаршайсыздар ғой, бүйтіп тік отыра қалсаңыз болды. Тік ұстап, сразу энергия келеді. Шаршаған жоқ болып кетеді. Дейсіз. Мынау жұмыс істейді екен деп. Қанша жерде жүрмін, қанша неде жүрмін. Адамдар биден тоқтап қалса, мен тоқтамай билейтін боламыз. Энергиям жетеді. Бәрін шаршатам. Осымен билесең шаршап қаламыз дейді. Сен кім биле деп жатыр? Мен өзім билегім келіп билей беремін дейді. Сондықтан шаршамаңыздар. Тік отырып үйреніңіздер. Тік. Жарай ма, Айнұр ханым? Тағы жатсыз ба? Айдуға қараса жатқан сияқты. Соқ. Сондықтан кешегі біздің Өткі Сарбия ханым, ғажайып кеш. Абай облысының әкімі келді ғой. Атырау облысының әкіміне алып бетін ашып отыр. Сол үшін не істейміз? Миын жейміз. Тезірек өзгеру үшін. Бүгін бір неден қарап отырсам, бір баланың айтқан сөзі. Не істедім дейді. Мен өзімнің аузымнан таяқ жедім дейді. Аузымнан таяқ жеп 2 ай үйде жаттым дейді. Қалай екен түсіндірейін дейді. Сөздің құдіреті деген мықты екен дейді. Мен пақайт етіп, жұмыс істеп әбден шаршамайды. Ой, бір 2 ай үйде жатсам екен дедім дейді. Ауырып жатсам екен дедім. Мунирочка, я сейчас не могу тебе ответить. Сол кезде жаңа не істеген? Жөтеліп ауырып қалған, мамасы ингаляция жаса деп ыстық суды құйып береді, ана орамалмен орайды. Ана басымен отырады, тұра бергенде су бірге көтеріледі, орамалмен аяғына құйылады. Сөйтіп аяғы күйіп 2 ай үйде жатады. Мен түсіндім дейді. Көрдіңдер ме? Абайламай сөйлеген ауырмай өледі деп қазақта бар. Сондықтан сөздеріңізді байқайсыздар. Алла Тағала не деген? Сақтансаң сақтаймын деген. Ол неден сақтанасыз? Сөз сөйлеуден, ойлаудан сақтайсыз. Қалғанның бәрі еріңді. Главный сөз сөйлеп, ойлаудан сақтаныңыздар. Сол үшін жақсы нәрсені көп айтасыз, өміріңіз жақсарады. Көзіңізге елестетесіз, сол болады. Онда оңай екен ғой бәрін жасау. Отыра қалып, көзді жұмып алып, ана жазып алғаннан тыңдап алып, көзге елестетіп көріңізші. Мен жасарып жатырмын, мен әдемі ұрады, мен күшті ұрадым. Бір кезде мен шашым азайып қалып, сүйреп кетті. Күнді айта бердім шашым. Қалыңдап өсіп жатыр, әйбат болып жатыр шаш. Өсіп кетті шашым. Істейді екен. Өте керемет. Күйеу балам Оралдікі. Соның бір досы айтады, ауылында бір не болды дейді. Бір бала болды. Қалаға барып жұмыс істеймін десе, мамасы айтады, қалада мәшіне көп, сен мәшіне қағып кетеді.
Мәшіне басып кетеді. Бармай ақ қой, керек жоқ. Одан енді хотя бы районға барып жұмыс істейін, енді ауылдан шығайын десе, ойбай районда да мәшіне басып кетеді, мәшіне қағып кетіп кешкен айта берген. Не істеген? Бала соны ойлап қорқынышта жүрген. Бір күні ауылда ешкім жоқ, жер үлкен асфальт, ешқандай мәшін жоқ, жалғыз мәшіне қағып кетеді ғой. Сондықтан балаларыңызға құймаңыздар ештеңе. Суық тиесің, ауырасың, өйтесің, бүйтесің. Олардың періштелер мықты қорғайды, егер ол білмесе. Сондайларды білмесе, өмірі ұзақ болады, ауырмайды. Аурудың түрін білмесе, олар білмейді аурудың не екенін, не істелмейді оларда. Сіздер миллион ауруды біліп алғаннан кейін соны айтып жүріп, сол сіздерді істеліп жатыр. Миллион нәрсені біліп алып, соны айтқан сайын істейді. Білмеген күшті. Я знаю, но ничего не знаю деген нәрсе бар. Мен білмеймін, қандай ауру не екенін білмеймін. Вообще ештеңе білмеймін. Ол туралы сөйлемеймін. Содан менде ештеңе жоқ. Тап-таза. Ешқандай ауру. Елге анау нені айтып жүр, бір жыл не өтіп кетті. Неме анау? Түшкіре бересің ғой, мұрның қышып, суағып, не қалай еді анау? Аллергия. Өмір болмаған аллергия бір жылда қаптап кетті. Неге? Ойландым, неге өйтті? Бүгін кештен аллергиясы бар, қарай береді екен, аллергия туралы сөйлей береді екен, аллергия айта береді екен, былай жазды, былай емделді. Құдай болып алғам ғой. Сөйтсем, өзімде істеліп кетті. Содан кейін аузымды түйдім. Кім немен ауырады? Кім не істеп жүр? Кім неғып жүр? Құдай болмаңыздар. Әркім өзінің өмірін өзі сүреді, өзі табады, өзі шығады. Сіздер көрсетіңіздер. Қалай ауырмай жүрсің дегенді айтасың. Мынандай жаттығу бар, кел. Оған дайын бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды, өйтпе, сөйтпе. Бір Құдай болып кетеді екенбіз ғой біз. Құдай өзі біледі. Алла тағала ештеңеден қорықпайды. Алла тағала бәрін істей алады, бәрін жасай алады. Қолынан бәрі келеді. Ал біз Құдай бола алмаймыз. Біз өз өміріміздің Құдайы бола аламыз. Өз тағдырыңыздың Құдайы бола аласыз. Өзіңізді өзіңіз шеше аласыз, өзіңіз жасай аласыз. Болды. Қалған нәрсені бүгінгі сабақта айтамын оның бәрі. Неге тоқтату керек? Неге өйтеді? Неге болатын? Сондықтан не істейміз? Аудиотренингті жақсылап жазамыз. Егер де менің ойларым жасалса, сөйлеген сөзім істелсе, мен күнде сөйтіп айтамын өзіме. Сөйлеген сөзім жасалса, ойлаған ойым істелсе, неге мен жақсы ойламасқа, неге мен жақсы сөйлемеске? Ол әдетке айланғанда бір күн тек қана жақсы сөйлеуді үйреніп кетесің. Жақсы нәрсе айтасың. Жақсы сөз жарымын істеп қазақта айтқан. Жақсы сөйлей берсең, жақсы көбейеді. Жоқты айта берсең, жоғала береді. Жаман сөз жаман нәрсе алып береді. Жақсы сөз жақсы нәрсе алып береді. Ендеше жақсы жағды не yapып шығып алмасқа? Сол жақсыны айта бермеске. Өзіңізді мақтай беріңіз. Өзіңізді жақсы көре беріңіз. Тек қана өзіңізді. Құранда жазылған, Алла тағала айтқан, бірінші өзіңе, мұның кейін өзіңе, тағы да өзіңе, өзіңнен асса семьяңа деген. Олардан көп астаған әке-шешеңе деген. Әке-шешені бірінші қоймаған бірақ. Түсіндіңіздер ма? Сіз әке-шешенің копиясыз. Олар өздері істеу керек, өздері жасау керек. Егер де сіз аяп, кешке шейін аяп, бір жеңілдете берсеңіз, ол қалай өседі? Қалай бақыт, қалай денсаулық жақсы болады? Астына машина әперіп, жаяу жүргізбей, көтеріп апарып, көтеріп әкелсеңіз не болды?
Сондықтан әке шеше оларға өзің шеше аласың ғой, жүре аласың ғой, сен молодецсің деп мақтау керек. Болды, содан кейін үйренеді. Мен өзімнің планым солай. Өзімдікі солай. Әкем келгенде марқұм жүргізіп қоятын. Неғып отырсыз? Жүрмейсіз ба? Қан айландырмайсыз ба? Давай кеттік деп алып шығамын да жүргізіп келемін. Иә, моншаға апарамын. Анасын мынасын, бірақ айтамын, өзіңіз жүресіз, өзіңіз істейсіз. Сіз ауырмайсыз, мен білем дейді. Иә, соның арқасында 85-ке дейін былқ еткен жоқ. Ковидтің кесірінен кетіп қалды. Сол үшін не істейміз? Бәріне үлгі ретінде өмір сүреміз. Өзіңізді толтырасыз, өзіңізді жасайсыз, өзіңізді өзгертесіз, өзіңіз өсесіз, қалғаны сізге қарап жасап өседі. Сізден басқа сізді ешкім өзгерте алмайды. Ол біреулердің алып келгеніне дәндеп алсаңыз, сіз өспейсіз. Өзіңіз істесеңіз, өсесіз. Мен шешем марқұм айтатын. Өзің еңбек етіп, өзің тапқан нәрсең сіңімді болатын дейді. Саған жақсы болатын дейді. Біреудің берген нәрсесі уақытша нәрсе, ұрлаған нәрсе уақытша, оның бәрі қалай келеді, солай кетеді дейді. Түсінбей қаласың дейді. Когда сен өзің еңбек етіп аласың, сенде бәрі болады дейді. Сол үшін 8-ші сабақта оның бәрін айтып берем, қалай екен, қалай жететіндігіңіз. Сондықтан енді аудиотренинг жазасыздар. Бірінші көңілді көтеріп аламыз. Екі езуді екі құлаққа дейін жеткізіп аламыз. Әлемдегі сізден басқа жынды адам жоқ сияқты жүреміз. Бәрін істеп оп-оңай деп. Проблема келсе де кет жарға дейін. Ауыр келсе де кет жарға дейін. Артыңыздан келсе артынан теуіп, алдынан теуіп жүре бересіз. Болды. Қыз оңай ғой, қиын ешқайсы жоқ, просто күліп жүру керек, болды. Әдетке айланған кезде бүйтіп, бәс, ешқандай жоқ болып кетеді ғой, бүткіл әлемдегі проблема жоқ. Таң қаласыздар, мен сияқты жүргенде. Жоқ, мен сіздерге өмірімнің талай несін айтқам жоқ, бірақ спокойно жеңіп шықтым бәрі. Барлық. Қантпен ауырғанда да не істедім мен? Онымен алысқам жоқ. Топты дедім, қантым бар, бірақ мен өзіме керек жасайын дедім. Иә, кешке шейін яп, аудиотренинг білгеннен кейін вообще жоқ бұл жерде. Аудиотренинг айттым, қант қаяқтан шығады? Мынандай екен, мынандай екен. Оңай екен ғой. Онда мен сол жердегі инсулин бөлініп жатыр деп айта берейінші дедім. Инсулин инсулин бөлініп, қанттар тасып, қазір бәрі күшті, қантым 4 айта бердім. Мен оны алысқам жоқ, просто айта бердім. Қант жоқ болып кетті. Давление, қант, мен өлшеп әуре болмаңыздар. Ми деген біліп тұрады, сол кезде сізді кетпейді. Келді ма ауру? Мен сені танымаймын дейді. До свидания. Менің басқа жұмыстарым бар, менің мақсатым бар. Так что отстань от меня деп оны ұмыта саласың. И сразу кетеді ол, жоғалады. Гүлзат ханым да келген сияқты еді ғой. Сол үшін не істейміз? Бәрінсі, Гүлзат ханым көрдіңіз ғой өзіңіз? Жақсы ғой сізде. Жақсы, вот так, оп-оңай бәрі. Оп-оңай. Қайрат мырза, оп-оңай. Сәуле ханым біледі, бізде Гаухар ханым деген түсті сөйтіп. Осы күлкімен, осы шаттығының арқасында қазір киноға түсіп жүр. Ал өмірі ондай ойында болмаған, қазір киноға түсіп жатыр. Ал не дейсіздер? Қандай өзгеріс болды адамда? Күшті. Сәуле ханымды қараңыздар. Жас бала сияқты жүгіреді. Ол кісіні ешкім айтпайды, 70-ден асты. Бізді қалдырып кетеді жүгіргенде. Анау жас қыздар сияқты спокойно бәрі жерге
шустрый. Түріне қарап айтпайсыздар, бірақ қасында жүрсеңіздер таң қаласыздар. Сондай энергия болады сіздерде. Просто қадағалаңыздар. Ойды, сөзді, сезімді, ашуды, ешкімді біреуге ұрыссаңыз, өзіңізге ұрысқаныңыз. Ми түсінбейді біреуге екен деп, өзің екен деп қайтып әкеледі. Алла тағала да түсінбейді біреуге не істедің деп, сенің қалауың екен деп саған жасайды. Сондықтан ешкімге ренжімейміз, ешкімге ауырыспаймыз, ешкімге ашуланбаймыз. Я болады анда-санда, көңілің алмаңыз оны. Главный көңіліңді алмаңыз. Ашуланып қалсаңыз, ай, бопты, кешірдім. Кейде болады бір ашуланғыңыз келеді. Ой шығарып жарайды. Бытшын шығар. Потом кешіре салыңыз. Момент. Санап, ірзеңкені ұрып, түзеп алыңыз. Сондықтан кейбір адам соны жақсы көреді. Страдайт еткенін жақсы көреді. Өйткені оның миы үйреніп алған соған. Біреу мені аясы екен. Біреу мен қалыппен ауырғанда тура солай келеді екен. Мен өзімнен байқадым. Жата бергім келеді. Біреу сені аяса, жаны ашып, ой, қалыппен ауырып қалыпты. Қалыпым бар. Бір әйбат сияқты, күшті сияқты. Потом ойладым, ей, жігер, оян жындысың ба? Өмір ауырып көрмеген, бір рет ауырып екен. Басыңнан сипаса кетіп барасың ғой? Жоқ. Резк қылшып тұрдым ғой. Резк. Оның енді айтып берем ертең несін сабағында. Сондықтан аудиотренинг жазамыз, қалғандарын тастамаймыз. Өміріңізге ең құнды нәрселер керек. Осылардың арқасында сіз барлық тығырықтан шығасыз, жолдарыңыз ашылады, жағдайларыңыз жақсарады. Адамда сізде мысалы ақша көп дейді. Ақша тауып жатыр, толып жатыр да, денсаулығыңыз жоқ болса не істейсіз оны? Не керегі бар оның? Өміріңіз бақытты емес болса, бәрі бар, ақшаң жетеді, бәрі бар, бұл өмірде бақыт жоқ болса, денсаулығың нашар болса, не керегі бар оның? Любой нәрсемен ақшасыз да бақыт жүрсеңіз, өзі келеді бәрі. Өзі жетеді. Просто әлемде ақша жетеді. Ойлаңыздар, әлемде сіз жоқ болсаңыз, бүткіл әлем жоқ қой. Сіз болғаннан кейін ақшада бәрі существовать етіп тұр. Бірақ сіз соның арасында жолды табуыңыз өзіңізді. Сол жолды табу үшін сіздің жүрегіңізде махаббатқа толы болу керек, мейірімге толы болу керек, алғысқа толы болу керек, басқа нәрсені көрмеу керексіздер. Көзіңізде көретін жерлер ғана болады, соны көресіз. Бүгін соның сабағын өтеміз. Бүгін деген соның сабағы. Ең керемет сабақ. Содан кейін түсінесіздер. Ал енді сөз берейін. Қалай жасадыңыздар ма, жасай алмадыңыздар ма? Ешқандай проблем жоқ. Ертең жасайсыздар, бүгін жасай алмасыздар, ертең істейсіздер. Бірақ тастап кетпеңіздер. Әйтеуір жасап тыңдайын. Егер де тез мақсатыңыз орнатқан, тез арманыңыз жасағыңыз келсе, онда тез жасаңыздар. Көп тыңдаңыздар. Болды, қалған қоқпой проблем осы. Ешкімді көргем жоқ, өзімді де көргем жоқ. Өмір бақи жұмыс істеп байып кеткен. Мықты болған, ақшам көп болған, көргем жоқ. Барлық миллиардерлер айтады, сен пенсияға шыққанда қандай состояниемен шығасың дейді. Соны ойлаңдар дейді. Ол үшін біреуге жұмыс істемеу керексің дейді. Біреуге жұмыс істесең де өзіңнің дополнительный мақсатыңды істеп жүру керексің. Дополнительный біреу айтады, екінші жұмыс істеу керек, екінші тауып алады. Жоқ, өз мақсатыңызды, оны ертеңгі сабақта жеткізем. Көресіздер. Сол үшін бәрін жасаймыз. Аудиотренингті тауып алып құлаққа, миын жеп тез жасата береміз. Енді бірінші сөзді мен біздің нағыз сыйлы, нағыз қадірлі
Патша десе патша, ұлы десе ұлы, әлемге әйгілі, нағыз батыр, нағыз қаһарман, жеңімпаз, өзін жеңіп, әлемін өзгертіп жатқан Қайрат мырзаға бергім келеді. Бүгін бет ашар жасап, сөреге шыққан. Красавчик екен өзі, красавчик екен. Молодец, Қареке. Ал, неңді аш, аха, ашылды. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сол күнделікті сол жаттығу жасап жүріп жатырмыз. Бәрі жақсы. Бәрі айбат, рахмет сіздерге. Бәрі керемет болып жатыр. Сол барлық жаттығулар жасауға тырысып жатырмыз. Бәрі ойдағыдай. Солай Жігер мырза, бәрі айбат, рахмет сіздерге. Бәрі айбат жүріп жатыр бәрі. Рахмет сіздерге. Қуаныштымын. Мен бір секрет кітабын оқығанда, бір еркек жаңағы самолеттен авария болады. Кішкентай өзінің частный самолет болады, 2 адамды. Содан құлайды да, бүткіл денесінің бәрі қабырғалары сынып, омыртқа сынып, жүре алмай қалады. Больницаға келіп жатқанды ойлайды. Басым сау, миым сау. Значит, мен 3 айдан кейін тұрып кетем деген. Осы больницадан 3 айдан кейін тұрып, өзім аяғыммен шығам деген. Сөйтіп көзіне жатып алып елестете берген. Чтоб өзі тұрып жүріп жүр. Ағы неден больницадан аяғыммен шығып кеттім деп. Елестете берген. Соған сенген, күле берген, көңілін түсірмеген. Кешке шейін елеспен, аудитория қойын елестеген, аудитория жазып аласың да елестетіп жүресің. Сөйтіп, шынымен де 3 айдан кейін жаңағы коляскамен есіктің алдына алып келеді врачтар, сөйден тұрады да жерге кетеді. Шашылып қалған адам. Сондықтан барлығы сенің үстіңде бар, денеңде өзіңнің хирургың бар, өзің несі бар. Барлығы орнына келеді. Қашан сен миың орнына келеді, ол бәрі орнына келеді. Миыңа елестетесің, миға жазасың, ол қайттан құрайды. Кәдімгі копировальный не бар ғой, машинка сияқты өзің ми. Бірдеңені салып копировать етсең, ар жағынан шығарады ғой, тура сол. Вот сонда копировать етіп миға құясың, что шауып жүрсің, жүріп жүрсің, қол аяғың жұмыс істейді. Жақсы, енді Қайрат мырза, бір сөз бер, мақтап. Шаршап қалдың ба? Чатурт. Дауысың, аха. Кімге? Маржанға сөз берсек, құрдасым. Маржан жоқ қой бұнда. Бұнда жоқ па, Маржан келмеді ма? Жоқ. Мына жерге Шайгүл апамызға бер, ханымызға беріңіз. Шайгүл ханымызға, студенттердің ішінде. Шайгүл апамызға берейік. Айтсаң, мақтасайшы. Ой, әдемі Шайгүл әпкемізге берейік. Қареке, мақтауды үйрен. Сонда өзің денең қабылдайды. Денең қабылдағанда денең бәрі жұмыс істейді. Бар, мақтаған сайын. Біреуді мақтаған сайын өзіңнің денең жақсы жұмыс істейтін болады. Жарай ма? Өзі әдемі Шайгүл әпкемізге берейік. Рахмет жан. Оған да рахмет, иә. Ең батыр міне, ең азамат, денсаулығым мықты. Қайрат батыр маған сөз беріп отыр. Рахмет. Денсаулығың мықты болсын, ары қарай жүгіріп шауып жүр. Міне. Ал енді осы жерде отырған патшайымдар мен патшалар, бүгінгі күніміз өте сәттілік болып өтіп жатыр. Бәріміз міне келіп отырмыз, группамыз. Сәттілікпен сәттілікпен достықпен біргеміз. Бақыт пен байлық бізбен бірге ма? Біздің тағдырымыз. Біздің жақты деп қойыңыз. Иә, тағдырымыз. Сондықтан біздің қолымыздан бәрі келеді екен, бәрі қолымыз жетеді.
Енді мен кеше сіз жігер шырағым саған да рахмет. Бізді қандай бір жақсы сабақтар беріп бізге үйретіп жатсың, барлық нәрсені үйретіп жатсың. Біздің білмегеніміз көп екен. Енді кеше берген тапсырманың бәрін орындап тастадым мен. Бәрін жазып, аудиоға түсіріп, аудиомен сөйлеп, бәрін дайындап қойдым. Соны айтайын дегенім. Рахмет. Өте Қуаныштымыз. керемет техника екен. Керемет өте. Ал, міне, біздің ең жас студент жасап отқанда сіздер қалай қарайсыздар? Бәрін жасап тастадым. Молодец. Аллаға шүкір. Осы жердегі ең кішкентай жап-жас болғаннан кейін үй алдым да. Жасап тастадым. Ұяттың пайдасы бар осындайда. Біздің қазақтар ар, ұят, неменде обал деген үш-ақ сөзбен бізді неғылған екен ғой, тәрбиелеген екен. Соны ұят деп жаңағы жасап тастадым. Ал енді мен сөзді кімге берсем екен? Өзіңіз таңдап шекесінен шертіп жүріп біреуіне беріңіз. Шекесіне шертейін ба? Мына жерде бір Айгүл деген қызым отыр. Өте бір керемет, сұлу, тамаша. О кісілер интеллект тренер. Көз мөлдіреп, тамаша. Барлығы жақсы, керемет. Алтыннан ардақты, күмістен салмақты дейді ғой біздің қазақтар, сөйтіп салыстырады. Сондай бір жақсы қызым отыр екен, осы қызыма сөз бергімге отыр. Жақсы. Кімге? Айгүл. Айгүл, жақсы. Ол кісіден бір сөйлеп сөйлеп қояйын енді, кеш жарық. Мықты тренер ол кісі деген. Кеш жарық, керемет жандар, жан жүректер. Өзін өзгертіп, әлемді өзгертуге келіп отырған готовый интеллект тренер деп айттым ғой, Жігер мырза. Бәрі керемет, ақ жүрек, сондай дамуға деген ынтасы зор, керемет жандар жиналып отыр осында. Көш жүре түзеледі дейді. Біздің бәріміз осында, сіздерден де сөйлей алмайтын адамдар болғанбыз. Сөйлеп отырмыз міне бәріміз қазір. Үйреніп жатырмыз. Ол өмір бойы даму бұл жер. Адам дамуын тоқтатса, қайтадан төменге қарай құлдырайды. Мына жерде жоғары қарай. Көріп отырсыздар жаңағы қандай мүмкіншілік жасап жатыр бұл жерде супержампта. Жаңағы біздің мақтанышымыз международный, долларовый миллионер Расул Зулкашев қандай жеткізіп жатыр. Енді оны да оқып жатсыздар сіздер. Уже кабинетке кірген соң басталады ғой. Енді ол кісілер дамыдық, болдық, толдық деп отырған жоқ қой. Сол сияқты біз күнде өзімізді дамытамыз. Біз Құдай емеспіз, бірақ Құдайдың көлеңкесіміз, соған подобный адамдармыз бәріміз. Ең жоғары саттағы не деп айтады бізді? Организмдер дейді. Сол үшін біз тынбай осында отырған, біз де дамып отырмыз сіздердің арқаларыңызда. Солай әркім бір-біріне қалай деп айтады? Үйретуші. Тәлімгер болып саналады. Мұғалімдер неге сондай дамып кеткен? Оқушысы оған тәлімгер болып тұрады тоже. Зеркало дейді, Сол менің айтарым, дамыңыздар, өсіңіздер. Бұдан да жақсы жетістікке жете беріңіздер. Тек дамыған, күнде дамығанда ғана болады. Жаттығулар жасап жүрсіз ба? Жаттығуды мен бүгін есеп бердім, кешкеп қалдым. 2 рет жасадым, сау болды. Аудиотренинг ол всегда менде негім бар, жазып қойған үлкен бір тетрадім бар. Соны енді дайындап қойғам. Шетінен соларды айтамын мен өзіме. Сол барлық жаттығулар назарымда болды. Кімге берейін? Сен таңдап өзіңіз білесіз ғой кімге беретініңізді.
Бүгінгі міне жанып тұрған бриллиант микрофонды осында отырған керемет Айнұр миллионер деп өзін жоғары готовый интеллект тренер болып келген өзі сұлу, өзі керемет адам, алпауыт жеңімпаз, долларовый мультимиллионер, бір қолымен әлемді тербетіп, бір қолымен бесік тербетіп отырған өте сұлу, стильная, жас Айнұр ханым біздің осы Қазақстанды жоғары деңгейге жеткізетін саналы, сапалы ұрпақ тәрбиелеп отырған Айнұр ханымға береміз. Ура, 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 ура. Керемет, алғысым шексіз, Алла разы болсын. Алғысым шексіз сізге. Сондай керемет алтын адамнан жақсы сөздерді естіп отырмын. Рахмет. Сол қасиеттердің бәрі өзіңіздің бойыңызда бар деген сөз. Міне сондай қасиет көріп отырсаңыз, сіз үшін өте ризамын. Алғысым шексіз, рахмет. Қайырлы кеш, құрметті Супержант қатысушылары, ұстаздары, тәлімгерлері. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сабақтарды орындап жатырмын, аудионы орындаған жоқ. Жігер мырза. Қалған бәрін орындадым. Ниетіңіз болса болды. Таңертең сау болды істедім, күлдім, ойымды түзедім. Ой, сау болды, күшті істепсіз. Сау бол, керемет, маған ұнап жүр. Басында қорақтаған едім. Сосын сіз ауруды ойлама деген жақсы болыпты. Мен ауырмаймын. Дүние жүзіндегі адамдардың бәрі ауырмайды. Бәрінің денсаулығы мықты, бәрі байқуатты. Мен де сондаймын деп қиынып аламын да жүремін күнде. Бүгін 2 рет істедім. Бүгін маған сондай, таңертең бір, бағана кешкісін тағы бір су құйынып алдым. Сол. Сіздерге рахмет, Жігер мырза. Алғысым шексіз, өте керемет сабақ болып жатыр. Осында жаңа айтып жатсыздар ғой. Адам күнде Алла тағала өзі айтады екен ғой. Адам оқып, ары қарай білім жалғастыра беру керек. Адам дамуын тоқтатпау керек деген екен. Сол осындай сабаққа келгеніме өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Енді мен алтын микрофонды өзі керемет, өзі сұлу, өзі алтындай ардақты, миллиардер, триллиардер ханым болып жүрген Балдырған ханым бар ма? Бар, Балдыр ханым, қайдасыз, Балдырған ханым? Балдырған ханым, сізге алтын микрофон берім келеді. Мәне бар, молодец. Бүгін ашқан шығар, несін үйренген шығар. Ашты. Микрофон қосыңыз. Микрофон қосылмайсыз, мәне. Ана видеоны аштыңыз ғой, видеоны соның түбінде тұр ғой. Не қосылды қазір. Болды. Қайырлы кеш. Мен қосылдым, жақсымын, қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме? Барлық миллионердер, байлық пен бақыт біздің тағдырымыз. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, сәттілік, осы біліміміз қайырлы болсын барлығымызға. Неге қатып қалады? Ана жаттығулардың жасап жүрмін, бірақ су құйылу деген содан кішкене қорқып жүрмін, өйткені кішкентайымды емізетін едім да, содан қорқақтаймын. Ана кішкене енді қолымды, бетімді солай анау дәрет алады ғой, беті басты намаз оқығанда, сол сияқты үйреніп жүрмін. Даусым естіліп жатыр ма? Естілмей жатыр. Естіліп тұр, айбат естіліп тұр. Сөйтіп барлық техникалар сіз берген ұнап жатыр, адамға жақсы әсер етеді екен. Соны энергия тасып кетті ғой. Бақытқа, байлыққа дейді. Жақсы, Балдырған ханым,
Өте күшті, молодец. Сізге енді шынымен де видеоны өшіріп қойған дұрыс екен. Өйткені естілмей қалады екен видеоны. Ал енді ары қаратай сөз берейік. Қалды ма? Сөйлеп отыр әлі өзі. Видеоны өшіріп сөйлесе бола ма? Азырға ханым, видеоны өшіріп қойып сөйлеңізші, сол кезде жақсы сөйлейсіз. Иә. Енді мен сөзді мына жерде Дауысын ашыңыз, видеоны өшіре тұрыңыз. Микрофон. Жарайды, Балдырған ханым, тыңдап отыра беріңіз, мен сөз берейін сіздің орныңызға. Экранды бүйтіп бассаңызшы. Жарайды, болды. Ал келесі сөзді біз мына жердегі ең мықты жан, ең күшті, ең керемет жанымыз бар. Таңертең күлкіден қалмайды, өзін өзгертіп, әлемін өзгертіп жатқан бақыттылардың бақыттысы, ұлылардың ұлысы, даналардың данасы, ақылдылардың ақылдысы, әлемге әті әйгілі болып жатқан Танзила ханым, бүткіл әлем қол шапалақтап қарсы алады. Қызыл дорожкамен бүткіл әлем Танзила ханым келеді, орындарынан тұрып отыр. Ең керемет жан, сізге сөз. Алтында Не деген керемет. бриллиантовый микрофон сізге енді. Дауысыңыз, микрофон. Давайте. Естіле ме? Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Рахмет, Жігер мырза, микрофон бергеніңізге. Ал енді не деп айтайын? Бүгін күн өте жақсы өтті. Таңертең тұрдым, бетімді жудым, айнаға қарап, өзімді мақтадым. Сен әдемісің, сен жассың, сенің денсаулығың мықты, сен бәрін істей аласың деп, сөйтіп өзімді мақтап, содан кейін смехотерапияға кірдім. Содан кейін смехотерапия біткеннен кейін, біраздан кейін, үй шаруасын істегеннен кейін неге бардым? Скандинавская ходьба дейді. Сол спортпен бір 2-3 сағат жүріп, үйге қайттым түстен кейін. Бәрі де жақсы, көңіл өте күшті. Еще түстен кейін, таңертең су құйған жоқпын түстен кейін. Өйткені далаға шығам деп, мен оны отложила. Содан кейін түстен кейін келгеннен кейін, бәрібір жуынып, ана суық суды кішкене ашып, былай үстіме себіп, душпен сөйттім. Енді денсаулығым жақсы, настроениеміз күшті. Ал енді бәрін істегенде, бірақ ана ауыт тренингті жазғам жоқпын. Просто қағазға жаздым енді таң атқан сөздерімді, айтқан сөздерімді. Бұлай енді немен микрофонбен звукозаписке жазғам жоқпын. Оны енді істеймін ғой сонан кейін. Жақсы, қуаныштымыз. Осы күнім Аллаға шүкір жақсы өтті. Все, молодцы, молодец. Ал енді мен осы Гүлшат ханым, микрофонды кімге берсем екен? Ең сұлу, әдемі, қаншайым, мына жерде недер жоқ запись. Гүлшат ханымға беріңіз. Гүлшатқа берейін. Гүлшат ханым, алтын микрофонды сізге берем. Ой, рахмет, саламатсыздар ма? Кеш жарық, Танзила ханым, рахмет, қабыл алдым микрофоныңызды. Көп жасаңыз, ауырмаңыз, шауып жүре беріңіз, әдемі болып. Амин. Енді сол барлық тапсырманы орындадым. Азанда тұрып өзімді мақтадым.
Қаншайым құсап ары бері жүрдім. Өзімді тәрбиелеп, жаман ойлар келгенде резинкамды ұрып отырдым. Кеше сол кешкісін түскен, бүгінде қазір түссем бе деп отырмын. Жасау болды. Кеше сол ауырып отқан жаңағы кім Жігер мырза жігерлендіріп жіберді ғой, бүгін жасаңыз деп. Мен жасадым, кеше прям күшті болдым. Бүгін вообще күшті болып жүрдім. Азында да Молодец. керемет болып аурудың қай кеткенін білмей қалдым, күшті болды бәрі. Ешқандай дәрі Бүгін қабылдаған жоқ. ең керемет жасаған Баги ханым екен, Иә, ол кісі вообще күшті жасады. мықты. Керемет жасаған. Аудио тренингті орындап қойдық. Тыңдап жүрмін. Тыңдап жатырмыз. Молодец. Барлығын жасап, барлығын орындап, Құдай қаласа осы жерде отырған барлығымыз бай, қуатты, деніміз сау, әлемге әйгілі, мен деген адамдардың бірі болып, мен деген мен деген керемет бір сондай жан болайық, бір тұлға болайық өзімізге. Өзімізді жақсы көріп, әрқашан өстіп жүре берейік, әдемі болып ойнап күліп. Қуаныштымын сіздермен танысып, осындай бір жерде отырғаныма. Өте қуаныштымын. Міне, мороженое келіп тұр. Мороженое келіп тұр. Өзінен өзі. Күшті, ас болсын сізге. Рахмет. Ал мен маған сөз бере ғой жаным. Молодец. Ризамын саған. Күшті. Күшті. Осы әлемдегі ең керемет, жігерлі, сымбатты, ақылды, сансыз адамдарды осындай тәрбиелеп, дамытып, қаншама адамға себепкер болып өміріне, жақсы өмірге қарай жылжуын насип жүрген біздің ең керемет жанымыз арамыздағы Жігер мырза, сізге сөз берем. Рахмет, Гүлшат ханым. Әлемнің бақыттысы, сұлуы, асылы, ардақтысы. Көп жасаңыз, ұзақ өмір сүріңіз. Сол ұзақ өміріңіздің әр күні бақытқа, әр күні жақсылыққа, әр күні табысқа, әр күні қызыққа ғажайып күндер болсын. Таусылмасын. Енді ол сіздің қолда. Соны жасау да сіздің қолда, істеу де сіздің қолда, болдыру да сіздің қолда. Болмайтын нәрсе жоқ екен, бәрі болады екен. Бізге байланысты екен. Оны орындайтын адамға байланысты екен. Қалауыңызға байланысты екен. Көріп жатсыздар ғой, көздеріңіз жетіп жатыр да, бәрі оңай екен да, қарап отырсаңыз. Просто да жасау керек екен. Сондықтан біздің Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан екен. Тәртіпсіз ел, ел болмайды. Тәртіпті ел, құл болмайды дейді. Өміріңізге осы тәртіп қылып орнатсаңыздар, постоянно жасасаңыздар, ешкімге құл болмайсыздар. Еш нәрсеге құл болмайсыздар. Өз өмірлеріңіздің ұлылары боласыздар. Өз тағдырларының ғажайып боласыздар. Ғажайыптың бәрін өзіміз жасайды екенбіз. Осы өміріңізде болған нәрсені қазір жақсылап бір 10 минут отырып ойлаңыздаршы. Тып-тыныш жерде, ешкім де алмай. Ойлаңыздар. Не істедім өмірде? Не қылып жүрмін мен? Қалай мен осыған тап болдым? Деп ойласаңыз, ой келеді. Өзіңнің ойың, өзіңнің ісің. Ешкім кінәлі емес екен. Ешкім. Просто біліміміз жоқ болған екен. Білмеген екенбіз. Баяғы ескі біліммен өскен екенбіз. Енді білімдеріңіз жаңартып жатсыздар ма? Тоқтатпаңыздар. Жаңа айтып отыр ғой. Егер сіз самолет сияқты ұшқыңыз келсе, онда мотордың айналып турбулесі тоқтамау керек қой. Қашан бензиніңіз тоқтайсыз, құлайсыз. Сол сияқты өсіп жолын тоқтатпасаңыз, өсе бересіз. Қалай тоқтатасыз, құлдырап кетесіз. Ол оп-оңай ол. Құлдырау тез. Сол үшін тоқтатпаймыз. Енді келесі жаттығуымыз біздің өте керемет жаттығу. Мен сіздерге кешке шейін айтамын. Біздің көзбен көргеніміз, құлақпен естігеніміз сөз қылып айтамыз. Сөз қылып айтып жүріп ой тудырамыз.
ойлаймыз. Bunu айту үшін ойлаймыз. Мүмкін айтамыз. Қайтадан ойлаймыз, анаған айтамыз. Қайттан ойлаймыз, мынаған айтамыз. Ол не істейді? Ол біздің тағдырымызға айналады. Тағдыр сіздің өміріңіз. Соны сүреміз. Сондықтан келесі жаттығу біздің улы ақпараттардан қорғану деген. Улы ақпараттардан қорғану. Не көреміз, сол бізге сіңеді. Біз деген көргенде не істейміз оны? Ойпа, ана күн деген біреу соғылып қапты. Өртім. Эмоциямен прям айтамыз ғой. Эмоциямен. И бізде өмірімізде постоянно сондай бірдеңелер болып жүреді. Және қорқынышта жүреміз. Ойбай өртеніп кетпейік. Ойбай бұрылып кетпесін. Ойбай шайып жығылмайық. Ойбай бүйтпейік. Ойбай сөйтпейік деп жүр. Сол болады. Қыздар өздері біледі ғой. Шымкентке күйеуге шықпаймын, Шымкентке күйеуге шықпаймын, Шымкентке шығып кеткен байқамай қалады. Өйткені ол істеліп кетеді. Ал оны ми түсінбейді. Шықпаймын деген түсінбейді. Шымкентті қалап жүр екен деп айда жібереді. Тағдырыңызды қосады. Жаман ешкім жоқ. Жаман жақсы дегенде бөліп тастаған, әдейі істеп тастаған, әдейі жасаған, екіге бөліп. Негізі бәрі жақсы, бәрі бір нәрсе. Просто жаман жақсы деп әдейі бөлген. Өйткені сіздер өсіп кетсеңіздер, ешкімге құл болмай қаласыздар. Жұмыскер ешкім таппай қалады. Бәрі өсіп кетсе, өз өмірімен өзі спокойно жүреді. Өйткені әлемде ақша көп, бәрімізге жетеді. Барлығымыз жетеді. Просто мынаны түзесек болды. Көзге елес қысаңыз, миллионер боласыз. Айнұр ханым, миллиардер боласыздар. Айта бересіз, көзіңізге елестетесіз, болады. Ал ақша деген нәрсе, ақша, ол мақсат емес, естеріңізде болсын. Ақша сіздің мақсатыңыздың құралы. Құрал ретінде қарайсыз, жақсы көресіз, құрал ретінде қарайсыз. Сіз миллиардер болу үшін ертең айтып берем, қандай жолы бар екен, қандай несі бар екен. Сонымен жетесіздер. Ал бүгін улы ақпараттардан қорғану. Ол не? Улы ақпараттан қорғану ол сананың иммунитеті. Сананың иммунитеті. Түсінесіздер ме? Бүгін біз физикалық денені емес, санамызды қорғайтын өте маңызды тақырыпқа кірісеміз. Улы ақпарат сананы қорғайды, сана бәрін қорғайды. Түсінесіздер ғой? Қазіргі замандағы ең қауіпті вирус ол улы ақпарат. Анау ауыр қапты. Анау бүйтіп қапты деп өзіңіз ауыр жазасыз. Анау сөйтіп қапты, анау өйткені көргеніңіз айтып отырмын ғой, көзбен көріп, құлақпен естіген сөз сөйлегенде ой тағдырыңызға айналады. Сондықтан ол ақпарат қорқыныш, күмән, үмітсіздік тудыратын хабар. Түсіндіңіздер ме? Ол ақпарат деген. Мысалы, врачтар сіз бір заттан улансаңыз, качайттап қорғап алады. Дәрі беріп, неғып шығарып алады. Ал ми уланған нәрсені олар істей алмайды. Ми деген улану, ол анау уланудан жаман. Сондықтан бұл негатив жаңалықтар, басқаның сеніммен салыстыруы, сенің қолынан келмейді деген сөздер. Ол байқамай санамызға еніп, ішкі күшімізді азайтады екен. Түсіндіңіздер ме? Біреу сізге айтады, сенің қолынан келмейді. Ол да жаман ақпарат қой. Сіз ойлайсыз, мен қолымнан келмейді шығар шынымен деп. Ақшаң жоқ, көкең жоқ, істей алмайсың десе, істей алмаймын деп жүресіз. Сол миыңызды улайды да, сіздің жолыңыз ашылмайды. Сондықтан ақпарат ой тудырады, ой сезім тудырады, сезім әрекетке апарады. Қорқып жүрсеңіз, қорқынышың жасалады. Ол сезім, қорқыныш деген. Сіз қорқу несін жасайсыз? Жаңағы
Әрекетін жасайсыз қорқудың. Әрекет сіздің өміріңізге айналғанда сізде өсу жоғалады. Егер ой уланса, сезім де уланады. Ал уланған сезім дұрыс емес шешімге алып келеді. Түсінік келді ма? Иә? Қарап отырсаңыз, шынымен солай, иә? Ойларыңыз уланатын болса, ол сезімдеріңізді уландырады. Қорқыныш пайда болады. Күмән пайда болады. Сөйтіп не істейді? Уланған сезім дұрыс емес шешімге алып келеді. Қорқыныш қашады, күмән қашады, апармайды, істетпейді. Қорқыныш тұрады ғой. Сондықтан бізге саналық тазалық керек. Оны қалай жасаймыз? Қазір айтамыз. Мысалы, кезінде біздің батырлар жауға қарсы қалқан ұстаған. Біз ақпаратқа қарсы қалқан ұстаймыз. Түсіндік қой? Біздің батырлар қалқанмен қорғанған, а біз ақпараттан қорғанымыз керек. Ата бабамыз найза қалқанмен қорғанды, ал біз қазір ақпараттық соғыстармен қорғанамыз. Кім санасын қорғай алады, сол жеңімпаз. Енді оның белгілері бар да, 3 белгісі бар. Біріншісі, көңіл күйді бірден түсіреді. Жаман ақпарат келсе, көңіліңіз түсіп қалады ғой. Иә? Содан кейін қорқыныш пен сенімсіздік тудырады. Екіншісі. Үшіншісі, әрекетке емес, тоқырауға алып келеді. Тоқтауға, қашуға апарады. Көрдіңіздер ғой? Ол ақпараттар. Ал ақпарат сені әлсіретсе, ол у. Значит, ол у. Енді сананы тазарту күшті қайтару дейді. Оны қайтесіздер. Қажетсіз ақпараттарды өшіреміз. Бізде супержампта осы қазірге сабағы сол. Пайдалысын тыңдаймыз, ойымызды басқаруды үйренеміз. Сол кезде сіз ойдың қожайыны болып үйрендіңіз ғой уже. Енді анау ақпараттан қорғансаңыз, тағы да нұр үстіне нұр болады. Сондықтан сіздердің көп өмірде бірдеңе жасайын десеңіздер, уақыттарыңыз жоқ. Сабақтың өзін әрең уақыт тауып келіп отырсыздар ма? Неге? Өйткені сіздің уақыттар қайда кетіп жатыр? Білесіздер ме? Негізі 24 сағат уақыт бар. Соны қазір бізге неше түрлі ақпаратты беріп, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, жаман жаңалықтар, кинолар, сериалдар бәрі миға шұмғығанда, сізде уақыт жоқ, өзіңіз байқамай қаласыз, қайтып күніңіз өтіп кетті. Енді осы ол ақпараттан тоқтағанда сізде 7 сағат уақыт табасыз өзіңізге. 7 сағат. Сол 7 сағатта аудиотренинг, күлкі, ой қадағалау, аффирмация жасау, ойлану деген сияқты кітап оқу, серуендеу, өзіңізге пайдалы нәрсеге қолдансаңыз, не істейсіз? Сізден мықты адам болмайды. Миллиардер боласыз, жолыңыз ашылады, жағдайыңыз жақсарады, барлығы. Ал біз не істейміз? Біз соларды жасаудың орнына біз жаман ақпарат көреміз. Елдің өсегін тыңдаймыз. Өкіметте не болып жатыр, біліп жүруім керек дейсіз. Білгеннен не пайда сізге? Пайдасы бар ма соны біліп жүргенде? Или барып соны шеше аласыз ба? Жоқ па? Онда тастаңыз оны. Оны өзін шешетін адамдар бар. Оларды шешу үшін біз әр адамның ойын тазалап, бойын тазалап, өмірін өзгертуге көмектессек, содан кейін ондай жоғалады. Соғыс тоқтайды. Жамандық тоқтайды, ұрлық тоқтайды, қанау тоқтайды, барлығы тоқтайды. Сол үшін өзіңізден бастайсыз. Сіз ұстаз болып көрсетіңіз.
Сізге қарап адамдар өмір сүреді. Не істеп жүрсің дейді. Өзің оны істемесең неғып маған айтып жүрсің дейді. Сондықтан өзімізден бастаймыз. Сол үшін жаман ақпарат қарамаймыз. Керегі жоқ ол сізге. Мен қазір әлемде соғыс болып жатқанын білмеймін. Шын айтамын. Кейбіреулер айтса, әлі болып отыр ма деймін. Бір тыңдамаймын ғой. Бір көрмейді екем. Вообще білмейді екем. Кеше әлі Украина соғысы, әлі соғысып отыр ма деймін ғой. Тоқтаған жоқпыз. Иә дейді. Сен не қарарсың дейді. Маған керегі жоқ деймін. Керегі не маған? Мен ештеңе шеше алмаймын, көмектесе алмаймын. Мен лучше сені өзгертейін дейді. Мен 10 адамның өмірін өзгертейін. 10 адамнан кететін болсақ, 100, 1000, миллион, 2 миллион, 5 миллион. Қазір әлемде осыдан 10 жыл бұрын анау медицинаның нелер айтқан ғой жаңағы. 350 миллион адам ғана болған екен, депрессияда жүрген. Депрессияда. 12 жылдан кейін ол миллиардтың үстіне шығып кеткен. 1 миллиардтан асып кеткен. Қараңыздар, депрессияда жүрген адам. Неге? Ол ақпарат қараумен өмірлерін өзгертіп алды. Жаман неге кіріп кетті? Депрессияға. Енді ол жарайды. 1 миллиард адам болсын деген. 1 миллиардтың қасында тағы 3 адам жүреді ғой. 2 адам. Күйеуі, баласы деген сияқты. Олар да соны естиді ғой, мынадан естиді ғой. Содан олар депрессияға кіреді. Сонда 3-4 миллиардқа кетіп қалған ғой. 8 миллиард адамның жартысы депрессияда жүр. Лучше әрқайсымыз өз ойымыз тазалап, өз ойымызды мазалап, өзімізбен алысып, соларға көмектесейік, жақсы жолға түсуге. Сәуле ханым біледі, несі келді өзінің. Роза ханым деген. Давлениyaдан кетпейді екен, давление очередке тұрады. Учетқа тұрады екен бе давлениyaдан? Сөйтсе, ол кісі сериал көреді екен. Кино жібермейді екен. Өліп талып. Тойға барса, сериалың уақыты болса, тойды тастап сериалын көріп береді екен. Егер көрмеген жағдайда таңертең ерте тұрып алып соны көреді, жібермейді екен. Осында келіп сабақ өткеннен кейін сериал қалай тоқтатты, жаңағы давлениyaның учетынан шығып кетті, дәрінің бәрін лақтырды, өзінің кішкентай бизнесі жана бастады. Ол ақпараттардан қалай арылды, жолының бәрі ашылды. Денсаулығы жақсарды. Давление кетті. Біреудің өміріне кіріп аласыздар ғой. Кезінде бізде әлгі қандай? Немене роза еді? Черный роза ма еді? Қалай еді? Бір кино болды ғой? Бар черный роза дейді. Роза. А? Дикая роза. О, дикая роза емес, тағы бір немене? Дикая. Білмейді екен, мен соны көргем жоқ. 400-500 серия ма бірдеңе еді ғой? Фантомар бар. Ауылдың адамдары көрді емес пе соны? Ол кезде қаншама ұрлық болды? Малдардың бәрін айырылды ғой. Кино көреміз деп. Ел біліп алған сол кезде бәрі телевизордың алдында отыратын. Біреу тойға айланса, біреу қойға айланды деген сол болған. Сондықтан тоқтатамыз. Инстаграм қазір кіріп көре салам деген жағдайда 2 сағат жоғалтып аласыздар. Байқамай қаласыздар. TikTokта барлығы адам тартады. Ал енді ол сіздерге пайдасын көресіздер, мен оны қайтып тексердім. Бір пайдалы контент келеді. Біреулер бірден айтады. Айтып болғаннан кейін келесі кетіп қаласыз. Анау сіздің мида сақталмайды, ол сіздің миың ішінде мусор болып жүреді. Сіз сөйтіп листайт ете бересіз, қарай бересіз, ананы сақтамайсыз. Егер де сол ананың айтқан сізге ұнаса, онда соны 10 рет тыңдаңыз. Листайт етпей, 10 рет.
Мына миға сақталу үшін. Потом өшіріп қойып ойланыңыз. Пайдасы бар болса, шынымен де. Білімдер. Мен білім алам. Менде білімнен басқа келмейді ешқандай. Соғыс деген келмейді, төбелес келмейді, бірдеңе жамандап келмейді. Жоқ. Өйткені мен только білімге аударып алғам. Постоянно білімді лайк етіп, тек қана білімдер келеді. Керек нәрсе. Соны қарап бір нені 10 рет қайталатып тыңдап, миға сіңдіріп, мынандай пайдасы бар. Өйткені менің қазіргі профессиям адамдардың өмірін өзгерту. Ол маған пайдалы нәрсе. Сөйтіп тыңдайсыздар. Кітап оқығанда да 3 қайталасаңанда сіздер дұрыс түсінесіздер. Бірінші оқығанда сіз өзіңіздің біліміңіз бар деңгейіңізді ғана көресіз, қалған жатталмай қалады, кетіп қалады. Екінші рет кітап оқығанда ана жерде таң қаласыз. Мынаны ана күні оқыдық, мына сөздер қайдан шықты? Өйткені сіз аналар сіңдірдіңіз да деңгейіңіз өскен кез. Өскен кезде деңгей өскен жерді ғана көресіз. Үшінші рет оқығанда сіз толық түсінесіз кітапты. Мынандай екен ғой дейсіз. Сәуле ханым біледі, біз күнде таңертең 6-да шығып кітап оқитынбыз. Кезек-кезек. Бір кітапты 3-4 қайталадық, соның кейін түсінік келді. Күшті болды. Сондықтан осы сабақтың аяғында сіздерге подарка ретінде подарка беремін. До конца қатысыңыздар, көресіздер. Сол ендігі жаттығуымыз улы ақпараттан сақтану. Кезінде бізде 2 сағатқа свет өшіруші еді ғой бүткілде. Қазақстан бойынша да. Россияда да сондай болды ғой, перевороттың кезінде свет жетіспейді. Сол кезде бір қалада бір корреспондент жағы біреуден сөйлесіп жатқан ғой, телевизорге түсіріп жатқанда, интервью алып жатқанда. Артында бір адам этаждан құлап түскен ғой жерге. Шалып. Соның Россияның бүткіл облыс қалаларында, көп қаласында сондай болған, көп 5-6 қалада болмаған. Жаңағы нені көрген адамдар қайталаған. Сөйтіп суицид көбейіп кеткен. Ал 5-6 қалада болмаған. Бұны неге деп тексермей ма? Неге бұлай болды? Неге аналарда болды? Неге мұнда жоқ? Сөйтсе тура сол жаңалық өткен жерде сол қалаларда свет өшіп қалғанда сол жаңалықты ешкім көрмей қалған ғой. Көрдіңіз ба? Біз не істейміз? Көріп алғанды кеш көргеннен кейін оны анаған қызық деп анаған айтамыз. Образға кіріп тұрып айтамыз ғой, образға. Мә, бүйтіп тұрып құлап түскенде оңбада, жүрегім ауырып деп тұр. Беріп тұрып айтамыз ғой, сол эмоциямен істеледі. Мен бір жерде авария болып жатса да қарамаймын. Адам аман ба? Болып кете берем. Оны ешкімге айтпаймын. Кешанда авария болып ке. Ешкімде чатағым жоқ. Ол өз ойымен істеген. Өйткені мен ойымды қадағалап үйренген кезде менде авария болып тоқтады. Кешке шейін жасайды, сырып кететін, қорқыныш болатын постоянно. Гаи ұстап алады деп қорқатын, ұстап алатын кешке шейін. Не деген психологтар қалай ойлайды, біліп қояды деп жүрсем, өзім құртады екен, оймен шақырып. Соны қалай тоқтаттым? Гаишник менің досым, қалған жолым ашық. Ешқандай пробка жоқ мен жүрген жерде. Қай жерге балам, мен оған жаңағы бір парковочный емес дайын тұрады. Елдер орын таппай жүргенде маған бір орын. Мен келгенде біреу шығаға сөйге қоя салады. Бүгінде өзім тағы да қазір мен барам, орындайын болатын, базарға барым. Әшейінде орын жоқ. Бар, мен бір жерге тоқтап, осында күте тұрам, болмаса 1-2 минутта шығады. Мен тоқтап, қалымдағы шығып атыр, сөйге қоя салам. Алла рахмет дейді. Көп рахмет саған. Сен не деген адамсың, мықтысың деймін да, маған жолымды ашып беретін. Өзіме рахмет. Соны жақсы ойлап жүргенім. Бір жақсылық көрсеңіз, қуаныңыздар. Біреу жақсылық айтса, қуаныңыздар. Жамандық айтса, тыңдамаңыздар. Анау Мұхаммед пайғамбар айтқан екен. Мен адамдарды дейді, аузындағы суды улы ақпарат шығармай қайтып жұтып жіберген адамдарды жақсы көремін дейді.
сыйлаймын, рахмет оларға дейді. Өйткені ол шығарған жоқ дейді, наоборот жұтып жоқ қылды дейді. Егер де шынымен де мықты болғыңыз келсе, өміріңізді түзегіңіз келсе, сіз таратпаңыз өсекті ары қаратай, керек жоқ. Естісеңіз естідіңіз жарайды, бірақ ары қаратай көңіл кете алмаңыз, ештеңені таратпаңыз. Сіздің қолыңыздан келмейді оны өзгертуге. Сіз өзіңізді өзгерте беріңіз, бәрі өзгереді. Көресіздер. Мен де баяғыда басында сөйтіп айтқанда, қалай мен таш жүрек емеспін ғой? Ұят емес болған. Ол қайдан біледі? Ол ұят болған. Қайдан біледі? Ол байғұс, сен айтып жатқан қайдан біледі? Біреуді жамандап ұрсып жатсаң, ол қайдан біледі? Естіген жоқ қой. Білмейді ғой, жүре береді ғой. Сіз өзіңізді өзіңіз құртып жатсыз. Оңбаған анамнан. Сол сияқты. İşiniz келді ма, біреу естіді ма? Мен содан кейін әлгі жаңағы құдаларымда көп жерге барғанда политиканы жамандап, ананы жамандай беретін. Мен барғанда қазір өшіп қалды бәрі. Ондай айтпайтын болды. Неге? Менің ойым дұрыс. Қалай ауыздарында құм құйылды деймін? Мен сыйлағаннан кейін сөйтсем, менің ойым тоқтаған екен. Ол туралы естімейтін болғаннан кейін, ол туралы қаламайтын болғаннан кейін, оны кіргізім келмейтін, ұра бергеннен кейін, мен барғанда ол туралы әңгіме айтпайтын болды. Басқа нәрсе айтады. Жақсы нәрселер. Сондықтан әр жерге барғанда өзіңізге тек жақсы сөздер еститін боласыздар. Жақсы жаңалықтар көресіз ба, тек қана жақсылық болады. Жақсы сөздер естисіз ба, жақсылық келеді сізге. Біреудің қуанып жатса, қуансаңыз, сізде қуаныш болады. Сізде сондай жақсылық болады. Көре алмайсыз ба? Онда сізде дым болмайды. Не әлемге жібересіз, сол сізге қайтып келеді. Бумеранг. Бумеранг. Естеріңізге сақтаңыздар, жасаңыздар, істеңіздер. Бүгін, ертең, ар күн жасалмаса да тоқтатпаңыздар, жасай бересіздер, бір күні бәрі түзеледі. Барлығы орнына келеді. Сол үшін келесі жаттығуымыз улы ақпараттардан қорғану. Сіз қорғанбасаңыз, сізді ешкім қорғай алмайды. Сіз сақтанбасаңыз, сізді ешкім сақтай алмайды. Сондықтан сіз өзіңіздің өміріңіздің сақтандырушысыз, қорғаушысыз, сіз өміріңіздің, тағдырыңыздың бәрінің қожайынысыз. Сіз айтасыз, болады. Сіз қалайсыз, жасалады. Сіз сұрайсыз, береді. Сіз тілейсіз, болады. Онда неге жақсы демеске? Жақсы айтпасқа, жақсыларды ғана ести бермеске? Сезімдеріңізді түзеңіздер. Рахмет, түсінікті болды ғой. Бүгін запись жазып аптық қой. Бар екен записіміз. Жақсы болды. Шошып кетпеймін ба? Кешегі запистерді бүгін жіберем. Жазып қайттан толтырып. Кеше ұмытып кеттім, бүгін қол тиген жоқ. Сондықтан бәріңізге сәттілік тілеймін, бақыт тілеймін, байлық тілеймін. Оның бәрін жасау сіздердің қолдарыңызда, сіздердің ойларыңызбен, сіздердің сөздеріңізбен, сіздердің сезімдеріңізбен, қалауларыңызбен барлығы болады. Сіздер ғана өзгерте аласыздар. Сондықтан ешкімнің өміріне араласпаймыз. Ешкімде чатағымыз жоқ. Көрсе, менен көріп үйренсін деп, сондай ниетпен өзіңізді өзгерте бересіздер. Болды. Балаға да, анаға да, әкеге де, шешеге де, тақынға да, туысқанға да, барлығына просто көрсете бересіздер. Жалынбаңыздар ешкімге. Бүйтсе, сөйтсе, бүйтетті, Құдай болмаңыздар. Құдай жалғыз. Ол өзі бәрін біледі. Егер адам тағдыр солай болып жатса, значит, сол жолмен бару керек. Өзі қалап алды. Енді ол білімді білгеннен кейін, оны түзеп алады. Оңай. Біліміңіз мықты болса, барлығына жетесіздер. Біздің Әл-Фараби
Киносын көрдім, атаның, иә, киносын көрдім. Ол кішкентайынан кітап оқи берген. Кітап. Бүткіл әлемнің кітабын оқи берген. Соның арқасында 9 аспап ойнаған, 9 аспап жасап шығарды. Талай нәрсені істеген. Самолетті де бірінші сол ойлап шығарған нәрсе. Ұшақ қалай ұшу керек екен. Ол оқи берген, білімі мықты болғаннан кейін көп нәрсені жасаған. Киносын көріңіздер, көресіздер. Димаш Құдайбергенде ән айта берді, жығылды, тұрды, болды, болмады, айта берді, жақсы көрді, істей берді. Қазір не болды? Әлемге танымал, высший әнші болды. Сол сияқты сізде өміріңіздің мықтысы бола аласыздар. Ешқашан кеш емес, қазір бастау абзал. Тоқтатпаңыздар. Мен бүгін сабақ берем, бәрі біткеннен кейін мен сіздер білмеймін. Ары қаратай өздеріңіз жасайсыздар. Егер қалам осында болам, осы ортада жүрем десеңіздер, онда тәлімгерлеріңізге хабарласасыздар. Онымен бір рет лицензия аласыздар да, постоянно осында жүре аласыздар. Сәттілік серіктеріңіз болсын, түнгі ұйқыларыңыз тыныш болсын, түстеріңіз күшті болсын, ертеңгі күндеріңіз бақытқа толы болсын. Сәттілік сіздерге. Әмин. Рахмет дегендеріңізге. Мың алғыс. Баршылығымыз.